театр өткенде Жанасыл форумның кезінде бір жақсы статистика келтірді. Осы біздің кинотеатрларда билеттің сатылымы. Міне, ол бәрі коммерция ғой, мысалға, жалпы статистиканы біз қалай білеміз? Қаншама билет сатылды, қаншама адам келді, көрді деген сияқты нәрсе. Сонда сіз қателеспесем, Голливудтың фильмі бір-ақ жерде ме, екі-ақ жерде ғана неде, қалғанның барлығында қазақша фильмдер кассада. Соңғы 6 айдың статистикасын жаңа көшіріп алдым. 6 айда Джокер ғана бірінші орынға шықты, то есть 6 аптада Джокер ғана бірінші орынға шыққан, басқа жердің барлығында касса жинаған ол қазақстандық кинолар екен. Ол Заманбек, Алаяқтар, Менің папам Тигр, Кетік бәрімдаста. Бәр жерінде қазақша кинолар. Сосын мен тағы да 2023 пен 24-тегі касса жинаған кинолардың тізімін шығардым. Так, пайызбен білмеймін, но алғашқы ондықтардың почти барлығы екеуінде де Қазақстан кинолары. Тек жаңа не бар, мына жерде Пейш бар екен, Қырғызстан киносы. Приговор бар екен. Приговордың өзі біріккен кино, қателеспесем. Қазақстан мен Қырғызстан бірге түсірген кино. Енді осы жерде айтайықшы, көп статистика, мысалы қай кинолар? Бәрі комедийный кинолар ғой? Негізінен әзіл туралы кинолар, тек бір ғана кино жақсы касса жинады, былтыр Қазақстан түсірген. Дәстүр жинады, ең бірінші шаблон бұзған осылар болды.